қонақтар, міне бір апта бойы бізді тарихтың тереңіне бойлатқан тарих толқынында тапталығымызда өз мәресіне жетіп отыр. Иә, бұл апта біз үшін ерекше болды. Біз уақыт машинасымен сақтар дәуірінен бастап, тәуелсіздік таңына дейінгі куә болдық. Тарихи тұлғалардың ерлігін еске алып, халқымыздың басынан өткен қиялы замандарды зерделедік. Тарихты білмей болашақты болжау қиын дейді дана халқымыз. Біз осы аптада өткенімізді таралап, болашағымызға бағдар жасадық. Апталық аясында тарих біздің болашағымыздың айнасы атты ашық сабақтар, өткенге саяхат, 100-ден жүйрік зияткерлік сайысы, буллинг, кибербуллинг дөңгелек үстелі, отанымның тарихы атты зерттеу жобасы, сақина сала көңілді үзіліс сияқты іс-шаралар өткізілді. Әрбір іс-шара оқушылардың белсенділігімен ерекшеленді. Оқушылар өздерінің шығармашылық қабілеттерін көрсетіп, тарихқа деген терең қызығушылықтарын танытты. Бұл біздің басты жетістігіміз. Ендігі кезек апталық барысында ерекше көзге түсіп, білімімен және белсенділігімен оза шапқан оқушылар мен сыныптарды марапаттау сәті. Марапаттау рәсімі үшін ордаға тарих пәні мұғалімі Бауыржан Ғалымжанұлын құрметпен шақырамыз.